Баршаңызға сәлем. Бүгін Корей дорамаларының жұлдызы болған топпоки мен раппоки дайындаймыз. Топпокиді дүкендерден көп кездестіре бермейміз, ауылда жерлерде тіпті жоқ деп айтуға болады. Сондықтан да менің арнамда қалып, қолдан қалай раппоки, топпоки жасауға болатын толық нұсқасын көріңіз. Алдымен тұздықты дайындаймыз. Ол үшін бізге сарымсақ, аджика, томат, соя тұздығы, қызыл бұрыш және де қант керек болады. Барлығын араластырып қоямыз. Керек заттар: күріш ұны, сосиски, лапша, 2 жұмыртқа, жасыл сарымсақ және де жаңағы жасалған тұздығымыз және қамырымызды илеуге ыстық су керек. Алдымен топпокидің қамырын жасаймыз. Ол үшін күріш ұны клейкаға тұзымызды салып, оған қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, біркелкі қамыр илейміз. Күріш ұны клейка, бидай ұны секілді емес, қамырымыз кішкене өзгеше болады. Дәл видеодағыдай етіп қамырымызды илейміз. Дәл осындай қамырымызға бір ас қасық шемішкені майын құйып, тағы да қамырымызды илеп шығамыз. Қамырымыз жұмыс жасағанға дайын. Енді топпокиді өзіңіз қалаған пішінде, үлкен болсын, кішкентай болсын, осылай кесіп шығамыз. Маған осы түрі ұнайды. Қамырымыз бидай ұнының қамырына ұқсамайды, бірақ тура менің рецептіммен жасасаңыз, сізде міндетті түрде шығады. Дәл видеодағыдай осылай етіп барлығын кесіп шығамыз. Қатты қайнап тұрған суымызға топпокиларымызды салып, 1-2 минут пісіріп аламыз. Дайын болған топпокиларымызды суық суға суытып аламыз. Топпокиларымыз дайын. Енді бұл топпокиға әртүрлі тұздықпен пісіруге болады. Мен классикалық түрін жасаймын. Оған бізге табаға 500 мл суымызға жасаған тұздығымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді кезек-кезек бәрін салып шығамыз. Алдымен топпокиді саламыз. Негізі классикалық түрінде балық қолданады. Мен сосискиді қолдандым. Сіздер ет те сала берулеріңізге болады. Әркім талғамына байланысты. 2 жұмыртқа. Және бұл тағамның құпиясы, егер де сіз топпокиға кеспе салатын болсаңыз, бұл сіздің тамағыңыз раппокиға айналады. Маған өзіме раппоки қатты ұнайды, сондықтан да осы түрін жасадым. Соңында жасыл сарымсағымызды үстінен себеміз. Тамағымыз тартылғанша дейін қайнатамыз. Сонымен біздің тамағымыз дайын. Корей мемлекетінің көшеде сүйіп жейтін тамақтарының жұлдызы болған топпоки мен раппоки дайын. Егер де менің рецептім сізге пайдалы болып жатса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.